әрбір халықтың мәңгілікке ұмтылған рухани тірегі ұлттық құндылықтары. Олар ғасырлар бойы қалыптасқан салт дәстүр, әдет ғұрып, тіл, дін, өнер, тарих және ата-бабадан мирас болып қалған өмірлік қағидалар. Қазақ халқы үшін ұлттық құндылықтар елдіктің тұғыры, ұлттың бірлігін сақтайтын ұйытқы. Ұлттық құндылықтар халықтың болмысын, дүние танымын, өмір салтын айқындайды. Тіл рухани байлықтың алтын қазығы. Дін мен діл адамгершіліктің негізі. Салт дәстүр ұрпақ тәрбиесінің мектебі. Тарих пен мәдениет елдік пен бірліктің шежіресі. Қазақ қоғамында жас ұрпаққа адалдық, имандылық, үлкенді сыйлау, қайырымдылық, еңбекқорлық қасиеттері ұлттық тәрбие арқылы дарыған. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген сөз ұлттық тәрбиенің маңызын айқындайды. Әжелеріміздің ертегі, жырлары мен аналардың бесік жыры баланың жүрегіне ізгілік ұялатқан. Қиын-қыстау замандарда халқымыздың берік бірлігін сақтап қалғанда осы ұлттық құндылықтар еді. Ынтымақ пен татулық қазақтың ұраны, қонақжайлық пен кең пейіл халықтың асыл дәстүрі. Бірлік бар жерде тірлік бар қағидасы әрқашан ұлттың тұтастығын нығайтқан. Жаһандану заманында ұлттық болмысымызды сақтап қалудың ең басты кепілі ұлттық құндылықтарға адалдық. Тілді құрметтеу, дәстүрді дәріптеу, тарихты ұмытпау ұрпақтың рухани иммунитетін күшейтеді. Әсіресе жастардың бойына ұлттық сана дарыту елдің ертеңін айқындайтын маңызды міндет. Ұлттық құндылықтар ұлттың рухани тірегі, елдіктің кепілі. Оларды сақтау әрбір азаматтың парызы. Өйткені ұлттық құндылық ұлтты ұйыстыратын қасиетті күш.